Коммуналдық қызметтерді цифрландыру процесі қарқынды жүріп жатыр. Шымкенттік су ресурстық маркетинг мекемесі ендігі тұтынушыларына SMS хабарлама жіберетін болады. Олар оның 3 жағдайда іске асатынын айтады. Біріншіден, су шаруашылығы мекемесі су жүйесінің тоқтатылуы туралы алдын ала хабарлайды. Екіншіден, су қызметтеріне қарыз абоненттерге де ескерту SMS-тері жіберіледі. Ал үшінші жағдайда су есептегіш құралдарының мерзімі өтіп кетуі туралы да тұтынушылар құлақтандырылады. Заранее абоненты будут оповещены. Біз бір ауданда оқыс жағдай орын ала қалған жағдайда жөндеу жұмыстары іске асып жатқандығы туралы SMS хабарлама таратамыз. Яғни су 3 күннен кейінде жағдайдың мән жайын түсіндіріп жібереміз. Бұл кезде тұтынушылар біздің шаруашылыққа хабарласып әуре болмайды. Профилактикалық жұмыстар жүргізілетін кезде де ескертуді ұмытпаймыз. Одан бөлек жіберілетін хабарламаның мәтінін түсінікті әрі жеңіл түрде жеткізу жұмыстары да жасалып жатыр. Онда қай күні және не себепті су болмайтындығы жазылады. Біз оны 2-3 тілде таратуды көздеп отырмыз. Сондықтан бұл істерді де арнайы мамандарға жүктедік. Қазір 810 мың тұтынушысы бар мекеме қала тұрғындарының байланыс нөмірлерін мекен жайына сәйкес енгізіп жатыр. Ал бұл су шаруашылығына келетін SMS хабарлама ақпан айында іске қосылады деп күтілуде.